Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге қонақтарды таң қалдыратын ерекше қытырлақ қияр дайындаймыз. Ол үшін бізге қияр керек, қызыл жуа керек және аскөк керек. Қиярды домалақтап және кішкене қалыңдау қылып тураймыз. Қызыл жуаны да домалақтап тураймыз. Таңдаған кезде оны бағын таңдаған дұрыс болады, себебі салатымызда әдемі тұрады. Жуаны ыдысқа салар кезде ашып саламыз. Аскөкті уақтап турап саламыз. Алдымен тұз қосамыз. Секер қосамыз. Саусақтарымыздың ұшымен бір немесе екі домалақ қара бұрыш қосамыз. Сұйық майымыздың үстіне жарты қасық уксус қосамыз. Жақсылап араластырып салатымызға құямыз. Дайын болған салатымызды жақсылап араластырып 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міндетті түрде тағы да 1-2 рет салатымызды араластырамыз. Себебі араласпаса ол дәмі шықпай қалады. Сіздермен бірге болған Жансая. Жаңа видеоларды жібере алмау үшін менің каналыма тіркеліңіздер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Оның ерекшелігін комментарияға жазып кетіңіздер.